Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді және ерекше тағамдардың бірі жаркоев тесте дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз қамырды илеп алуымыз қажет. Өте жылы сүт, қант немесе сахарная пудра, дрожжи, сары май бөлме температурасындағы және жылтық пен белокты айырып, біз тестасына белокты тестоның сыртына жағуға кейінірек жылтықты алып қалатын боламыз. Татымына қарай тұз және ұн қосып жақсылап араластырамыз, басын біріктіргенше. Жұмсақ әрі басы біріккен, өте жақсы араластырылған қамыр илейтін боламыз. Дрожжевой тесто болғандықтан ол міндетті түрде кішкене көтерілетін болады. Иленген қамырымыздың бетін жауып, демалдырамыз және ары қарай начинка дайындайтын боламыз. Начинка үшін бізге жарты помидор, чеснок, майдалап туралынған, бір пияз. Видеодағыдай бөліп майдалап турағандарыңыз дұрысырақ болады. Барлығын үлкен ыдысқа саламыз. Картоптың көлемі тым үлкен болмағаны дұрыс, себебі қамырдың ішіне салғанда піспей қалуы да мүмкін. Сол себепті майдалап, ыңғайлы етіп турағандарыңыз дұрыс. Сиырдың еті жұмсақ болу қажет, міндетті түрде. Видеода көрсетілгендегідей етіп турасаңыздар, қателеспейсіздер. Және де барлығын бір үлкен ыдысқа салып, ащы бұрыш, қара бұрыш, осы жерде кез келген етке арналған приправа, тұз және оливковое масло құямыз. Паприка, сәл қызылдау түс беріп тұратын, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Тұзын сіңдіріп, чесногын бір-біріне байланыстырып, өте бір дәмін келтіріп, жақсылап араластырып, начинкамызды дайындап алғаннан кейін осылай қамырға кірісетін боламыз. Қамырыңызды теңдей 8 бөлікке бөлесіз. Примерно көлемін бірдей етіп алғандарыңыз дұрыс, немесе весілдің көмегіне жүгінсеңіздер де болады. Ары қарай жақсылап жайып, біз форма жасауға кірісеміз. Көріп отқандарыңыздай видеодағыдай жағалау етіп жайып, ыдыстың ішіне салып, ортасына начинка салатын боламыз. Міндетті түрде сорпа ішетін кесе немесе сондай іші шұңғыл тарелкаларға салып, начинканы салғанымыз дұрысырақ болады, ыңғайлы болу үшін арналады. Шет-шеттерін бүріп, содан кейін ортасын мықтап қысып, су шығып кетпейтіндей етіп бекітеміз. Противенге пергамент төсеп және біздің жасаған начинкадан 1,6 тағам дайын болды. Ал қалған қамырдың барлығынан
біз сыртына ыдыстың көлеміне ұқсатып форма жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұқа етіп жайып, сызықша тәрізді көлемі бірдей етіп кесіп аламыз. Және де айналдыру арқылы өріп, ыдыстың сыртына әдемі етіп бекітеміз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп орындасаңыз шатаспайсыз. Мінекей, осылай айналдыру арқылы өреміз. Тағамның сыртына ыдыс тәрізді етіп оформление жасаймыз. Қалған тестамыздан қақпағының шөлмегін жасайтын боламыз. Мінекей, ортасын тесіп, тағамның ортасына қоямыз. Және міндетті түрде төмен қарата тесіп шыққанымыз дұрыс. Енді бағана тестадан қалған жылтокпен сыртын жақсылап бояймыз. Ешқандай да артық орын қалдырмай, боялмаған жер қалдырмай, жылтокты жағып шығамыз. Оформлениемізді орнына қойып, және оның үстіне де жылтокты жағатын боламыз. Барлық өнімге жақсы болғаннан кейін духовкаға 180 градусқа 40 минутқа пісіреміз. Мінекей осылай әдемі болып көтеріліп, қып-қызыл болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.